Иман баға жетпес қазына. Әрбір адамның өзіндік жеке принципі болады, яғни әр адам белгілі бір нәрсені құнды деп санайды. Ал Алланың үкімдерін қабыл алып, пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам жолын ұстанып, мұсылман болған адамның басты мақсаты иман. Ал иман қолдың күшімен, маңдай терімен, ақшаның көптігімен қол жеткізетін құндылық емес. Ол жүректің Алланы бір деп біліп, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам әкелген шариғатына шын жүрегімен сену арқылы келетін сенім. Бұл да Алланың құлына сыйлаған ең үлкен сыйы. Мұсылманның жүрегінде болатын кіршіксіз иманды тек Алла ғана сыйлайды. Имандылық жолындағы басқаның барлығы бір себепші ғана екенін ұмытқан абзал. Егер бұл іс адамның қолында болғанда, Алланың ең сүйікті құлы, соңғы пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам немере ағасы Әбу Талибке сыйлар еді. Иә, жүректегі иманды тек Алла ғана береді. Демек, мұсылмандар Алланың нығметіне толы иманмен өмір сүріп, соңғы демді де иманмен алса екен деп дұға жасайды. Халық арасында қайтыс болған адамға иманы саламат болсын деуі де осыдан. Осы иманды сақтап, көздің қарашығындай қорғап күшейту мұсылманның міндеті әрі парызы. Өмірдің ащысы мен тұщыны және іблістің алдауына мойын ұсынбау өмірдің сынағы. Бұл сынақтан сүрінбей өткен Алланың әміріне бойы иген ғана жәннаттың төрінен орын алады. Жаратушы жаппар иеміз иманы кәміл мұсылманды дүние фитнасынан, өмірінің мәнсіздігінен, дүниеқорлықтан және мақсатсыздықтан сақтайды. Алла тағала Құран кәрімде барлық жаратылысқа адам атаға бас иіп сәжде етуін бұйырған. Бұл жерде біз иманды адамнан, Алладан басқа барлық нәрсенің үстем екенін және күшті екенін байқаймыз. Ал соңғы пайғамбары және Алланың ең сүйікті құлы болған Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өз хадистерінде иман жайында былай деп айтқан: кімде-кім жүрегінде арпа салмағандай иман болса, тозақтан құтылады. Кімде-кім жүрегінде бидай салмағандай иман болса, тозақтан шығарылады. Кімде-кімнің жүрегінде шағының тозағындай иман болса, түбінде тозақтан шығарылады. Пайғамбарымыздың хадистерінде байқағанымыздай, тозақтың азабынан мәңгі қалып қоюдан түбінде құтқарып, мәңгілік болған пешке кіруімізге көмектесетін нәрсе осы иман екен. Бақыт, билік, атақ, абыроймен жиған малда емес, бақыт жүректегі иманда. Өйткені шынайы бақыттың көрінісі болған жүректің тыныштығын тек иман ғана сыйлай алатыны сөзсіз. Иман сондай күш, егер ол күшейіп бойымызды билеген, кәмілденген болса, мына уақытша өмірдің әрбір сәтсіздіктері пенде үшін нығметке айналады. Әрбір тағдырдағы сынақтар сыйлыққа айналып отырады. Пайғамбарымыздың хадистерінен иман жүректе екенін байқадық. Сондықтан жүректің қараюы имансыздыққа әкеп соғады. Харамға көп қарау, фитнаға араласу, өзгелердің құқығын таптау сынды мұсылманның әдебіне жат қоғамның арасында бөліншулікке апаратын әрекеттерінің барлығы адамды өсекке жетелейді. Ал өсек өз кезегінде жүректі қарайтады. Жүрегі қарайған адам болса, сауапты амалдар жасауға батылы бармайды. Керісінше, харам болған іс-әрекеттерге бейім болып, сол істерді әдетке айналдырып алады. Олай болса, иманды сақтап қалудың жолын әрбір мұсылман жадында сақтап жүргені абзал. Кез келген нәрсенің қорегі болады емес пе? Міне, иманы бар, яғни мұсылманның қорегі ізгі амал жасау және фитнадан бойын аулақ ұстау. Құран кәрімді көп оқып тыңдау, Алланы мадақтау, Алланың жақсы көретін ізгі амалдарды әдетке айналдыру. Сонымен қатар бауырыңа кешірімді болу, Алла ризалығы үшін кешіре салу, тізелерімізді ғайбат өсектен таза ұстау. Міне бұл жүректің нұрын арттыратын, иманның құндылығын сездіретін ізгі амалдардан. Сондай-ақ әдетке айналдырған ізгі амалдар иманды нұрландырады. Ибн Аббас расында жақсылықтар жүзге нәр, жүрекке нұр, денеге қуат, ризыққа молшылық береке береді және Алла адамдардың жүрегіне оған деген махаббат салып қояды деген. Иманда неғұрлым маңызды, құнды көрсек, Алланың алдында біздің де соғұрлым құнымыз болады. Алла иманымызды айырмасын.